Сәлеметсіздер ме? Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал индустриалды-техникалық колледжі. Оқытушы Қонысбайқызы Айнагүл. Сабақтың тақырыбы Microsoft Excel электрондық кестесі туралы жалпы түсінік. Сабақтың мақсаты білім алушыларға Microsoft Excel электрондық кестесі туралы жалпы түсінік беру. Электрондық кестенің тарихы туралы айту. Білім алушыларды Excel бағдарламасын іске қосу жолымен және оның негізгі элементтерімен таныстыру. 1979 жылы екі экономист-студент Дэн Бриклин және Боб Фрэнкстон үй тапсырмасын тез орындауға көмектесетін және уақытты үнемдейтін әдіс ойлап табуды шешті. Олар тарихта бірінші рет электронды кесте бағдарламасын жазып, оны BusyCalc деп атады. Сондықтан барлық электрондық кестелер бағдарламасы, оның ішінде Excel бағдарламасы Дэн мен Бобтың арқасында жүзеге асты. IBM және Macintosh компьютерлерінде жұмыс істейтін ең озық үлгілерді ала отырып, бүгінгі заман талабына сай жасалған электрондық кесте құрастыратын қолданбалы бағдарлама. Excelдің соңғы нұсқаларында график тұрғызу, күрделі функциялар арқылы есеп-қисап жүргізу және бірнеше жұмыс кітаптарымен қатар жұмыс атқару сияқты мүмкіндіктер кеңінен қолданылады. Кестелік құрылымды құжаттармен жұмыс істеуге арналған кең таралған құралдардың бірі Microsoft Excel. Ол сандық мәліметтермен жұмыс істеу үшін негізделген. Microsoft Excel бағдарламасын іске қосу тәсілдері. Іске қосу, пуск, бағдарламалар, все программы, Microsoft Office, Microsoft Excel. Келесі тәсіл. Жұмыс үстелінде Microsoft Excel жарлығын тышқанның сол жақ батырмасымен екі рет шерту арқылы іске қосуға болады. Келесі тәсіл. Жұмыс үстелінен құру, создать Microsoft Excel парағы, list Microsoft Excel әмірін орындау арқылы Excel бағдарламасын іске қосуға болады. Microsoft Excel бағдарламасының негізгі терезесі. Excel терезесінің негізгі элементтері. Тақырып жолы. Құжат атауымен терезені басқару батырмаларын қамтиды. Мәзір жолы. Excel командаларына қатынас құруға мүмкіндік береді. Олар файл, түзету, көрініс, қою, формат, сервис, берілгендер, терезе және анықтама. Құралдар тақтасы жиі қолданылатын командаларды шақыруға арналған батырмалар қатары орналасады. Көбінесе екі тақта шығарылып тұрады. Стандартты және форматтау. Стандартты тақта Excel командаларының көпшілігіне арналған батырмаларды қамтиды. Форматтау тақтасы форматтау командаларына арналған батырмаларды қамтиды. Формула жолы. Бұл жол кестенің белсенді ұяшығына мәтін, сандар және формулалар енгізуге мүмкіндік береді. Тапсырмалар аймағы ағымдағы тапсырмалар тізімін қамтиды. Жолдар тақырыбы. Бұл әрбір жолдың сол жақ бөлігінде орналасқан нөмірленген таңба. Бағандар тақырыбы. Бұл алфавит бойынша реттелген әріптік таңбалар. Олар әрбір бағанның үстінде орналасқан. Алып күйлер жолы. Құжаттың ақпаратын қамтиды. Шиыру жолақтары. Құжаттың әртүрлі бөліктерін қарауға мүмкіндік береді. Excel даярлайтын құжат жұмыс кітабы деп аталады. Жұмыс кітабы жұмыс парағынан тұрады. Жұмыс парағының құрылымы кестенің құрылымындай.
және ол бір немесе бірнеше кестені қамтиды. Әрбір парақтың аты төменгі жағында орналасқан таңбашада көрініп тұрады. Осы таңбашаның көмегімен кітапты парақтауға болады. Таңбашаны тышқанның батырмасымен 2 рет шерту арқылы атын өзгертуге болады. Әрбір жұмыс парағы жолдар мен бағандардан тұрады. Бағандардың аты латын алфавитінің бас әріптерімен жазылады. Бір жұмыс парағы 256-ға дейін баған санын қамти алады. Ал жолдар 1-ден бастап 65536-ға дейін нөмірленеді. Excel кестесінің негізгі мүмкіндіктері: мәліметтерді енгізу, оларды редакциялау, қағазға басып шығару, ұяшықтар ішінде өсу немесе кему бойынша сұрыптау, кестеге жол, баған, ұяшық қосу немесе алып тастау, мәліметтерді статистикалық талдау, графиктер мен диаграммалар тұрғызу, және функциялар мен формулаларды пайдалана отырып әртүрлі есептеулер жүргізу.